Сәлем оқушылар, мен Аяру. Санның натурал бөлгіштерінің санын табуға берілген олимпиада есептеріне талдау жасайық. 2023-2024 оқу жылы 5 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің номері 9 есебі 450 санының бөлгіштерінің санын табыңыз. 450 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 450 санын бізге оңай болу үшін 45 пен 10-ның көбейтіндісі түрінде аламыз. 45 саны 9 пен 5-тің көбейтіндісіне тең, ал 10 саны 2 мен 5-тің көбейтіндісіне тең. Енді жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 2-ның 1 дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі көбейтілген 5-тің 2 дәрежесіне тең. Енді формула бойынша 450 санның натурал бөлгіштерінің санын табу үшін 2 санының 1 дәрежесіне 1-ді қосып, 3 санның 2 дәрежесіне 1-ді қосып, 5 санның 2 дәрежесіне 1-ді қосып, бір-біріне көбейтетін болсақ, 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3, бұнда бізде жауап 18-ге тең. Демек, 450 санның 18 бөлгіші бар. Енді мына есепке талдау жасасақ, 2023-2024 оқу жылы 5 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың республикалық кезеңінің номері 9 есебі. А саны 2-ның 7 дәрежесі көбейтілген 5-тің 3 дәрежесі көбейтілген 19-ның 4 дәрежесіне тең. Санның натурал бөлгіштерінің санын табыңыз делінген. Бізде А саны жай көбейткіштерге жіктеліп берілгендіктен бірден формулаға салып шығарып кете беруге болады. А санның бөлгіштерінің санын табу үшін 2 сандағы 7-ге 1-ді қосып, 5 сандағы 3-ге 1-ді қосып, 19 сандағы 4-ге 1-ді қосып, бір-біріне көбейтетін болса, бізде жауап 8 көбейтілген 4 көбейтілген 5, бұнда 160-ға тең. Демек, А санның бөлгіштерінің саны 160-ға тең.